Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Соңғы ақпараттарда Назарбаев дәуірі бітті деген сөздер жиі айтылатын болды. Назарбаевтардың әулетіне тиісті болып келген жер телімдері бұдан былай мемлекет меншігіне қайтарыла бастады. Қазақстан астанасы Нұр-Сұлтан орталығындағы жердің бір бөлігі Назарбаевтардан тартып алынды. Бұл туралы сыбайлас жемқорлықты тергеу бюросы арнайы мәлімдеме жасап хабарлайды. Яғни Қазақстан астанасы Нұр-Сұлтан орталығындағы жердің бір бөлігі Назарбаевтардан тартып алынды. Көптеген оқырмандар бізге Астанадағы Құлыбаев атындағы Арал деп аталатын жердің координаттарын жіберді. Құжаттарды тексеру кезінде бұл жер сонау 93 жылы Назарбаев Болат Әбішұлының атына беріліп, Болат Назарбаевтың ұлы Нұрбол Болатұлына 2014 жылы қайта рәсімделген. Ол тиісті мемлекеттік мекемеде тіркелген. 2022 жылдың 28 қаңтарында олар Назарбаева Құндыз Болатқызының атына жер учаскесіне құқықты қайта рәсімдеуге әрекеттенген, бірақ 22 жылғы 7 ақпанда бұл учаскеге меншік құқығы жойылған дейді арнайы хабарлама мәтінінде. Бұған дейін Алматы әкімі болған Виктор Храпунов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаев арасындағы Алматы қаласындағы фельдшерлік-акушерлік пункт учаскесін сату шарты жарамсыз деп танылуда. Осымен Назарбаевтар әулетіне тиесілі болып келген жерлер бұдан былай мемлекеттің меншігіне қайтарылатын болады.